Сәлем достар, қалдарың қалай, жақсы ма? Бүгін өте керемет тақырып. Қаралармен ең керемет дебютный ловушка дейді. Дебют ловушкасын көрсетем. Әрине скандинавская защита, скандинавтық қорғаныста қалай ойнауымыз керек, сол туралы тақырыпта қозғайтын болайым. Жақынырақ жалғасыңыздар. Алғаш көріп отырған менің көрермендерім болса, міндетті түрде каналдың астында көрсетіліп тұрған подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең қызықты ловушка мен тактикаларды серия сабақтарын жіберіп алмаңыздар. Ендеше кеттік, тіркеліп қойсаңыздар. Көп жағдайда бізге ақтар етер открытый вариант дебютный ойнайды. Сол кезде біз қаралармен дбс ойнаймыз. Міндетті түрде жейді. Көп жағдайда біз жейміз. Осы жерде варианттар өте көп. Ақтар шабуыл жасайды біздің ферзге. Основной вариант бұл жерде ферзбен мына жерге ойнау керек. А5 нүктесіне, немесе Д6. Ең қазіргі таңда танымал осы екі жүріс бар, бірақ қаралар осындай бір сіздерге ловушка көрсетейін, шах береміз. Енді бұл жерде атпен жапса, получается ат екі рет жүрген болады, мыналарды сосын дамыту, развитие жасау өте қиын болады. Сондықтан мына атпен жапса да проблема, мына атпен жапса да проблема. Сол себептен бұлар әрине слонмен жабады. Ферзбен жапса, онда жай ғана атты шығарамыз ойынға, немесе А6 ойнаймыз, атын жібермеу үшін. Жесе өзі жесін дегендей, или біз жеп жіберіп, одан кейін С6, мысалы көрсете салайын. Бұлай ферзбен жауып атса, жалпы жей саламыз да, С6 теория бойынша атты слон пешкіні шығарып барлығын ойнай береміз. Позициямыз жаман емес қаралармен. Бірақ көп жағдайда ақтар әрине слонмен ойнайды. Логичный ход, логичный жүріс, себебі атты шығарып рокировку тезірек жасамақшы. Осы кезде біз аттың шығуын күтіп, атты развитие жасаймыз. Қазір слонды шығып, ұзын рокировка жасауға тырысамыз, сол себептен олар атын шығарады. Сол кезде мына жерге ферзді қоюды ұмытпаңыздар. Осы ловушкаға көп түсіп жатады. Жаңадан ойнап жүрген шахматистер. Енді қараңыздар, мынаған шабуыл жасаймыз. Бұл жерде көп жағдайда рокировка жасайды. Бір жағынан рокировка жасайды, бір жағынан қорғайды. Ең күшті ходқа жатады. Сол себептен бұл жерде слонды шығарамыз. Бірден матқа шабуыл жасаймыз. Қалай қорғанады? Бұл жерде артқа қарай қорғанса, өте пассивті түрде рокировка жасайсыз, ары қарай ойнай бересіз, позицияңыз өте керемет. Бірақ атпен бізге шабуыл жасаса, онда әрине біз ферзбен атына шабуыл жасаймыз, атты алып кетуге болмайды, мат алады. Сол себептен олар бұлай жүруге тура келеді, ладьясын ұтып аламыз. Егер олай жүрмесе, мысалға бір бұлай жүру мүмкін, абайлаңыздар, біздің ферзге шабуыл жасайды, сол кезде жай атын жей саламыз, олар бізді жей салады. И бұл жерде пешкісін осылай алып алуымызға болады. Көрдіңіздер, ферзь қорғап тұр, бір пеш күтіп алды, корольдің алды ашық, ақтардың, қаралардың позициясы өте керемет, ары қарай ұзын рокировка жасауға тырысамыз. Міне, осының ескерту керек, осындай ловушкаға егер бұл жерде сразу пешкімен ойнайтын болса, онда жай качество атып аламыз. Шахматта качество деген термин бар, ол жеңіл фигурамен ауыр ладьяны атып алған кезде оны качество дейді. Атпен, слонмен қарсыластың ладьясын атып алсаңыздар, таң қалмаңыздар, кітаптарда бір жерлерде көріп жатсаңыздар, оны качество дейді. Качество деген сөз 3 ұпаймен 5 ұпайды ұтып алсаңыз, 3 ұпайлық фигурамен 5 ұпайлық фигура, оны качество деп атайды. Сондықтан бұл әрине перевес үлкен нәтиже деген сөз. Сол себептен осы ловушкаға көп жесе түседі. Атпен шабуыл жасаудан, ферзбен шабуыл жасаудан ұмытпаңыздар. Қателік жіберіп жатады, көп жағдайда осындай керемет мат қойып кетесіздер. Жарайды, ол түсінікті. Енді ары қарай тағы келесі вариантты көреміз. Так, мен қазір тақтамды бұрып алайын. Так, қате кеттік. Так, бір секунд, тақтамызды бұрып алайық. Міне, қаралармен келесі вариантты қарастырамыз. Е4, D5, жейді. И конмен шабуыл жасайды атпен. Осы жерде основной вариант ферзь А5 ойнайды. Мен әлі күнге дейін ойнаймын, өте қаралармен ыңғайлы ойнауға. Егер ақтар дұрыс жүруді білмесе, схемасын онда тез ұтылып жатады. Енді қараңыздар. Бұл жерде көп жағдайда пешкіні шығарады алдыға, сіз шығарасыз, атты шығарады, слонды шығарасыз, слонды шығарады, и осы жерде атты шығарасыз. Осы жерден рокировка жасайды, еш нәрсе ойламайды, сіз де ұзын рокировка жасайсыз. Енді қаралар мынандай шабуыл ұйымдастырып тұр. Қазір кез келген ходқа, мысалға бұлай жерден атын құртамыз, уничтожение защиты қорғаушысын. Жеп болғаннан кейін жай ғана пешкіні ұтып аламыз. Көрдіңіздер? Ладья қорғап тұр. Ары қарай мынандай небір шабуылдар тұр. Міне, осыған түсіп қалып жатады. Сол себептен бұл жерде бірақ қана жүріс бар, пешкіні қорғайды. Сол себептен алдыға қарай ұрамыз ортаға. Міне, осы варианттың ұрасыздар, ладьяның
шабуыл жасап тұрған мүмкіндігін пайдаланып ортадағы пешкені ұрамыз. Енді атпен жиып жатады, көп жағдайда қарсыластарымыз, онда мына атпен жай ғана жей саламыз. Барлығы бізде шабуылда тұр, бірақ ешқайсысын жей алмайды. Мынаны жей алмайды, ферзь кетеді. Ал слонды жеген жағдайда әрине мына атпен жеп аласыздар. Міне. Аты бұлай қарап тұрсаңыздар, фигура ұтып алдық. Бізде 3 жеңіл фигура, оларда 2, осындай дебюттан әдемі жеңіспен шығып кетуге болады. Бірақ бұлар енді мына пешкені қалай қорғайды? Егер бұлай қуып жатса, жай ғана жей саламыз, олар жей салады, и ортадағы пешкені жейсіздер. Вилка болды. Олар енді ойлау мүмкінсіздер. Мынаны жеп бірінші құртып алайын деп ойлайды, одан кейін ортаны жеп алам деп ойлайды. Дұрыс, олай жеуге болады, бірақ с5 ходынан кейін мынау ладьяның связка жасау тәсілі тұрғаннан кейін байлап тастау, мынау слон ұсталды. Кез келген жүріске ары қарай слонды жеп аласыздар. Міне осылай фигура ұтып алуға болады екен. Сол себептен осы дебюттің осындай кереметтілігі бар. Енді бұл жерде басқа қалай ойнайды? Бұл жерде негізі мынандай да тәсіл бар. Ақтар шығарады атын. Ары қарай міндетті түрде слонмен бірден связка жасап аламыз. Ары қарай олар слонмен қорғау мүмкін. Негізгі варианттар. Одан кейін атты шығарасыз, рокировка жасайды, екінші атты шығарасыз. Бұл жерде енді ақтар не істеу мүмкін? Сұрақ туындайды. Енді олар ойлау мүмкін. Ортадан жүрместен бұрын мына слон қауіпті. Өйткені қазір рокировка жасағаннан кейін мен сіздерге көрсеттім, аттың көзін жойып, ортадағы пешкеге давление, шабуыл көп. Ұтып алады. Сол себептен бірінші атын қуайын деп ойлайды. Осындай кезде, атын қуған кезде қашудың ешқандай мәні жоқ. Сол себептен h5 қотын ойнайсыңдар. Осындай керемет қот ойнайсыңдар. Қарсылас ойлау мүмкін, фигура берді, алып алайын бір дейін деп. Міне осы жерде барлығы басталады. Жейсіздер. Енді қарайық. Мына атты алмаса, қазір қараларда қандай идея бар? Қаралардың идеясы ферзьбен келіп, мына жерге жай ғана мат қоя салу. Мысалға көрсетейін сіздерге, бір ход жасады дейік, ойлайық. Немесе кез келген ферзьді алып келесіздер мына жерге. Мынадан қорғаныстан ешқандай мүмкіндік жоқ. Қорғай алатын мүмкіндік жоқ. Кез келген жүріске атты былайынан жүрсең де, былай жүрсе де былай бітеп тастайсыз да, ары қарай мат қоясыз. Тек қана осы ғана вариант бірден құтқаратын, қалған кез келген жүрістердің барлығында осындай керемет бірден мат алады. Енді сұрақ туындайды. Онда атпен қайда қашамыз? Атты беруге болмайды, ферзьді жіберуге болмайды. Сол себептен олар атпен былай ойнау мүмкін. Қазір ферзь келсе, мен аны жеймін деп. Онда қарамаймыз, ферзьбен ойнай береміз. Ладья артында тұр. Енді атпен жерге мат қояйын деп тұр. Егер слонмен жесе, мат болады. Міне тамаша. Ал егер атпен жесе, мына жақтан h1 нүктесінен мат болады. h2-ге қойға болмайды. Абай болыңыздар, аттыр. Міне осындай керемет маттарды қойға болады. Бұл жерде енді вариант бар. Пешкені алдыға жүру мүмкін. Онда жабыстырып тастау тәсілі бар. Жабастар бұлай закрепить етіп қысып тастайсыздар. Атқа шабуыл. Енді маттан қалай қорғанады? Атты кез келген бір жері бар алып кететін осындай керемет мат. Міне осындай f3 нүктесін ойнап атса, осындай керемет мат қойға болады. Енді оларда сұрақ туындауы мүмкін. Атты онда мына жерде алып кетіп жатса, қайда басқа вариант бар? Так, мен қазір көрсетейін мына жерде. Так, дұрыс. Мына жерде f4 ойнау мүмкін ғой деп сұрақ қоюлары мүмкін сіздер. Или немесе ладьяны алып кетеді ғой деген сияқты. Дұрыс, ладьяны алып кетуге болады. Онда шах береміз, қашат, и осындай керемет мат береміз. Король өзінің фигураларымен жабылып тұр, сол себептен үлгере алмайды қашып. Ал егер ладьямен жүрмей пешкімен былай жүрсе ше деп, мынаны өйткені енді жүруге болмайды, мен сенің ферзіңді жеймін ғой деген сұрақ туындауы мүмкін. Дұрыс. Онда жай ғана атын жейміз, шах, король қашат. Онда ары қарай тағы да жейміз, шах. Енді қараймыз, қайда қашат король? Егер слонмен жабатын болса, онда тіпті жақсы. Егер бұлай жабатын болса, онда қандай тәсіл бар? Жай шах береміз, наяқтан береді, ары қарай позицияны күшейте береміз. Так, енді сұрақ туындауы мүмкін. Бізде енді фигураларды қайтарып алдық, барлығында не істедік? Мынаны жегеннен кейін олар мына жерге қашу мүмкін. Ничияны қайталайық деген сияқты. Бұл кезде мынандай әдемі шах бересіздер. Ладьямен жабат, сол кезде бұлай добивать етеміз. Енді мат қоюға тырысамыз. Мына жерде қазір мат қоямыз. Қара ақтарға защита жоқ, кез келген жүріске бірден ұтылады. Енді олар қалай қорғанады маттан? Мұқият қараңыздар, тек қана ферзьді алып келуге болады. Басқаша қалай қорғану мүмкін? Басқаша бұлай ойнау мүмкін. Онда сіздерде керемет тактика бар. Паузаны басыңыздар, ойланыңыздар, қалай үш жүрісте мат қоюға болады. Әрине ол шах береміз, ладьяны лақтырамыз.
Одан кейін ферзді шақырамыз. Осындай керемет H2 нүктесіне мат қоямыз. Міне осы техника көп кездеседі. Осы структура техниканы жаттап алсаңыздар, схемасын сіздерге неше түрлі маттар қоюға болады. Міне көрдіңіздер қалай тез жеңіске жетуге болады. Енді мен мына жерде көрсеттім, король былай қала шақырсатын болса жай ғана шақ бере саласыздар. И ары қарай жаймен позицияңызды күшейте бересіз. Мына шақ беруге болады, слонды жабып тастайды. Одан кейін жай ғана рокировка жасайсыздар, немесе пешкіні алдыға 2 рет жүріп, слонды шығарып, добивать етіп, осындай керемет жеңістерге жетуге болады. Тек осындай жағдайларда ғана құтыла алады. Енді ары қарай қарастырайық. Атпен мына жерге жүруге болмайды екен. Онда қайда бар? Мында барса ат жеп қояды, мында барса барлығында ферзь, мына ладья, тек қана бір-ақ жүрісі бар, артқа бару мүмкін. Онда қандай керемет жүріс бар? Онда әрине ферзді алып барамыз. Әдеттегідей матқа шабуыл жасаймыз. Енді қаралар қалай құтқарылады? Міне қарап отырсыздар, бұл жерде кез келген жүріс жеңіліске алып келеді. Тек қана екі вариант бар. Мына пешкімен алдыға бір рет немесе 2 рет жүріп форточка ашады корольға. Оны сіздерге көрсеткен. Мына алдында ұқсас осыған. Пешкіні алдыға жүресіздер, маттан қорғаныс жоқ, ешқандай. Корольдің қашатын жері жоқ. Егер осы вариантты қарастыратын болсақ, бағанағы тәсілге саламыз, шах береміз. Мына жерде слонмен, ладьямен, немен жапса да, ары қарай фигураны қайтарып алғаннан кейін позициямыз керемет. Король ортада тез жеңіске жетіледі, ары қарай өздеріңіздің техникалық байланысқа байланысты тез жеңіске жетуге болады. Бірақ король мына қашатын болса, бағанағыдай шах бересіздер, жабат, алдыға пешкіні жүресіздер. Мұнандай керемет маттан қорғаныс жоқ ешқандай, ферзь бұрынғыдай бара алмайды, тек қана бірақ қана мүмкіндік бар атпен қорғайтын. Енді осы жерге паузаны басыңыздар. 3 жүрісте қалай, 4 жүрісте қалай мат қоюға болады, ойланып көріңіздер. Егер тапсаңыздар, жауабыңызды менімен бірге тексеріп көріңіздер. Міне осындай қаралар мен ладьямен шах бересіздер, өйткені мынаның бәрі кедергі жейді. Ферзьмен шах береміз, король қашады. Шах береміз, H2-ге қашады, и H1-ге мат береміз. Міне осының бәрін көру керек болатын тұғынсыздар, мен алдында көрсеткенмін. Осының алдында ұқсас схеманы. Міне сол нәрселерді алдын ала болжап көретін болсаңыздар, әрине сіздер мықты ойыншысыздар. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ең бастысы лайктарыңызды аямаңыздар. Сыныптастармен, таныстарыңыздармен бөлісуге WhatsApp-пен ұмытып кетпеңіздер. Қазақ тілді шахмат каналын қолдауды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Сіздер қолдау білдіріп, лайкты 100-ге жеткізетін болсақ, әрине мен бұдан да күшті секреттерді ашатын болам шахматта. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.